Сіздермен аштықсыз дайындалатын дәмді бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Жылы айранымызға қант пен тұзымызды қосып араластырамыз. Сұйық майымыз бен сары майымызды қосамыз. Үстіне қопсытқыш қосамыз. Осы кезде біздің айранымыздың мөлшері ұлғаяды. Енді ұнымызды қосып, жұмсақ етіп, бауырсағымызды илейміз. Біздің қамырымызға керек заттардың барлығын мен төменде көрсетіп қойдым. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Міне қамырымыз елеп болғаннан кейін 10 минутқа тындырып қоямыз. Тынған қамырымызды алып, бірден бөліктерге бөліп, қамырымызды жаямыз. Бауырсағымызды кез келген формада кесіп жасасаңыздар болады. Міне осындай аштықсыз бауырсақтарды тез арада дайындай аласыздар. Өте дәмді болып шығады. Міне біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Қонақ келгенде үйде балаларымызға тез арада жасап ұсынсаңыздар болады. Ас болсын.